Қазіргі ақпарат бойынша 10 миллион гектар жер мемлекеттік меншікке қайтарылды. 10 миллион ол бостан бос жер емес. Мысалы, Қарағанды облысында 1 миллион гектар жер. 1 миллион деген Арменияның 30% территориясы. 1 миллион деген бұл Израильдің территориясы, бір 28%. Бір адамның қолында ма? Ол бір туының қолында. Бір туының қолында. Мысалы, көпсі мына қоғам өкілдері айтып қояды. Анау жай қарапайымнан жерді аласыздар да үлкен дөкейлерден алмайсыздар. Бұл жұмыс енді басталды. 22 жылы бүкіл әкімдіктердің бақылау функцияларын жер ресурсын басқару комитетіне енді ғана қайтты. Оған біз арыз жаздық. Мен де арызымды Смайыловтың атына жаздым. Ол кезде депутат емеспін. Президент әкімшілігінің төрағасы Нүтлеудің атына жаздым. Ерлан Жақайшы Қошановтың атына, ол кезде мен депутат емеспін, мен де жаздым.